Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Атақты Сырелі Жырелі Қызылорда облысына қарасты Төретам кенті. Біз қазір Қорқыт бабамыз жатқан жерге аттанбақшымыз. 4-тегі автобусқа қалып қойдық. Ендігі автобус 5:20-да. Бізбен бірге болыңыздар. Бар жоғы бірер сағат өткеннен кейін Ұлы Жібек жолы арқылы Қорқыт кешеніне келдік. Сонау 7-8 ғасырда өмір сүрген Қорқыт бабамыз біздің заманымызға мынадай әсем күйде жетіп отыр. Бірер сағаттардан соң ішіне кіріп аралайтын боламыз. Аңыз бойынша Қорқытты анасы 3 жыл бойы құрсағында көтерген, әр жыл сайын толғатып отырған деседі. Кейін бала туылар алдында дүниені қараңғылық басып сұрапыл дауыл соққан. Осыдан үрейленген халық баланың атын Қорқыт деп қойыпты.
Осындай күмбезді 7 рет айналып, ішіне кіріп, тілек тілеуге болады екен. Қорқыт атаның әруағы медет болғай деген ниетпен осы жерге жас жұбайлар келіп суретке түсіп тәу етіп кетеді.